деп қояйық та. Гарантия қанша бересің? Гарантия 10 күн. 10 күн, иә? 10 күн. Салғаннан бастап 10 күн, иә? Достар, мына жерде бір нәрсеге ауырып тұрмын мен. Дерево рульді қараңдаршы, әдейі. Ауырып тұрмын. 25 мың дейді. Алып кетсем ба деп тұрмын жерде. Болды достар, мынаны алатын болдық кішкене дефектімен. Қазір мына жерде мына бәрі шашып болған. Моторымыз тұр, жаңа жібердік доставкамен. Ол келіп тұр, өзі тұр. Ана жерде орындықтар тұр жуылатын. Қазір енді алып келген заттарды мына жерге бір тақтап, бәрін қаншаға нешеге алғанын бәрін түсіндіретін болады. Ал достар, бағасы жағынан түсіндіретін уақыт келді. Бәрін тақтап қойдым қазір. Аның арты биік бүгін зорға салдық. Келе жатырмыз 30-40 ден. Ошын міне уже машинаны көтеріп дайындап жатыр. Қазір астына бәріне қарап шықтық. Бәрін көріп шықтық. Кішкене жаңағы қалай айтсақ болады. Асыл айтады, ходовой частьтен еш нәрсе жоқ дейді. Ходовой частьтен біраз дүниесін ауыстырып кетеміз. Мен негізі оған дайын болғам. Білдім десем де болады. Енді істейміз, енді амал жоқ, бәрін жақсылап шығару керек бұл машинаны. Кішкене қалды. Астын бәрін тексеріп шығып жатыр. Мына жерден, мысалы мына алдыңғы подхватный жақтардан ешқандай бір удар болған іздерін еш нәрсе байқалмайды. Мына бетінде де сондай удар болған жері мына астын ұрған ғой. Бір жерге бүйтіп астын келіп сырған. Содан телевизордың асты жақтары майысқан жерлер бар. Бірақ телевизордың өзі, қаңқасы, екі жақ, үш жақтары бәрі аман. Мына жақтары енді мына сырған астын тигізген болады. Бірақ сүйегі сау. Ешқандай да не көріп тұрған жоқпыз, бір дефект. Жалпы өзінің бағасына арзиды. Жаңағы даже кейбір одиссейлар бұндай жағдайда емес. Бұдан да қымбат сұрап тұрған. Бәрі аман. Астын бәрін тексеріп шығып отырмыз қыз. Мына жерде ұя қойыпты бір сұмсықтың ұясы ма, бір нәрсенің ұясы тұр мына жерде. Осылай жүру керек деп болады. Сөйді таза болады ғой. Мата өзіне сал. Сұмық болады. Күн түн демей әйтеуір жұмысты бітіріп отырмыз. Мына жерде қараңдар қандай кір шыққан. Мына сиденье қазір соңғысын істеп болдық. Енді неғып жарық көрсетпеді. Мына орындықтар. Ең үшінші артқы орындық қой. Ана жерде мына төртеуі тұр. Көрінбейді тағы неқтан. Төрт орындықты бітірдік. Кемшескісін толық жақсылап жасап. Ертең кебет. Бұл негізі принципе уже кеуіп қалған. Сағат 11 болып отыр астыңғы. Енді кірін көрсет жүрейін қанша шыққан. Енді біраз жуылмаған. Осы орындықтардың кірін бір шелек. Айтпақшы, Азамат бауырыма үлкен рахмет. Пылесосты моющий беріп тұрған. От души аза көріп атсаң. Ашын! Ошым достар, бүгін де жібек жолға келдік қайттан. Бұл жерде енді бізге ходовой жағынан запчастьтарды алатын боламыз. Әлейін ана списокті көрсеңіздер, енді шошисыздар. Асыл жинап берген. Ошым 90% жаңа ходовой жағынан қалмаған ғой еш нәрсе. Бәрін ауыстыру керек. Енді бұйыртса соның бәрін аламыз қыз. И барып Расулға тапсыратын боламыз. Қазір қандай запчастьтер екенін, списоктың бәрін қазір өздеріңіз көресіздер. Мына списокта, иә? Бізде қазір бары қайсысы? Ошым мына достар. Галочка тұрған. Екі бет. Галочка тұрған. Бізде не табылмады сонда? Мынау, по-моему, осы. Кейін артындағы.
Қанша пайыз табылды аға? Ау, Қанша пайызды табылды? барлық позиция жаңағы артындағы мына артында берекеш. Мынаны саған мына. Мыналар бар ғой бұлам, верхний рычагтың, сон поперечный рычагтарым жоқ, бірақ сәлем блоктарым бар. Сен рычагың айыс болса, не аласың оны рычаг полный рычаг ауыстырып. В общем, достар, мына списоктан, мына жерде Шорабек деген ағадан 90%-ын таптық. Қазір енді осыларды санатып, қанша болады, запчастьтің өзін көрсететін болады. Есептеген жоқ, сені Болды, есептей берсеңіз болады аға. Қанша болады? Бастық келсін ойбай деді сонымен. Саған жалтақтап, сен жолыңды қарап, бастық қашан керек деп. Әдел бер. Давай, списокпен да. Еще жақсы бағамен беремін депсіз ғой аға, я? Мен жаңа айттым, өзі қазір көп тұрсын. На бетте ше бәрі табылды. Ne bitti mına kulaklı tuğbalarına da tamam başkası da tamam. Сонымен баға қанша болды аға? Баға 100 bin 100 bin 100 мың, я? Ағаға санап бердік 100 мың. Nurgul bağın bir canlı tur 2 saat tutmuş attı sonra. Танысып. В общем, достар, ровно 100 мың теңгеге бердім, 100 мың 500 болды. Шорабек аға 100 мың теңгеге берді бәр затты. Рахмет сізге аға. Мына жерде мынанша зат алдық. Списокта бізде бір 2-3 қана деталь табылмады, списоктан, я? Сол ғана болды. И то кольцаларды тауып бересіз қазір алып келсек, я? İyi onu top. Тауып беремін дейді. Болды, қазір осыны алдық, достар. Істету жұмысы да қанша болады. В общем, мына запчастьтер машина 90% да, 90%, иә? Демағамаған ба, қадауа честі. Бұдан кейін берске болады ғой берсе. Қадауы да бәр жер. Қазір берем. Аға, саудаңыз болсын. Сізге үлкен рахмет. Осылай бір жерден әдемі алып кетсең күшті да. Ben de bağına mına ayttım Nurgul'a. Sen жүрсең 2 saat. Сапалар да жақсы ғой. Конечно. Иә? Болды. В общем, достар, тағы рейка алдық біз. Рейканы. Біздікі бір шықты дейді. 30 мың теңге болды бұл. 35 мың шамасы екен. Бәкін енді қолым, оны істеп көрдім. Ол достар, алып берді жақсы. Алып кетіп бара тұрмыз енді. Қанша уже 2-3 сағат уақыт кетті. Айтқан заттардың бәрін алдық. Мен қосымша жаңа подкрыльниктарды алып қоя салдым. Мына жерде май, су, коробканың жаңағы майлары, мына жерде рейк, жаңағы несіне дейін алдық. Айтпақшы, бұл жерде жаңа істеп жатып рейка да бізде кеткен екен. Сонда айтты Расул. Оны да алдық қазір. В общем, мына жерде барлық қажетті дүниенің бәрін алдық. Мынаны ғана 1 сағаттан бері іздеп отырмыз. Мына рейм комплекті, артқы суппорттардың рейм комплекті. Осын 1 сағаттан бері таппай, енді зорға таптық. Мына жерде жаңағы рейкамды көрдіңіздер ғой енді. Соны рейкамды алып қойдық. В общем, болды достар, осымен енді бітет деген ойдамын енді, Құдай қаласа. Ал кеткен шығын мына жерге шамамен 150 мың теңге болды ғой, запчастьтардың бағасы. Подкрыльникті санамағанда. Расулға келдік. Машинаны көтеріп тастаған. Мотор жатыр. Расул ойланып тұр. Где родной? Чего там, брат? Что думаешь? Это мой старый. Моя. Қап-қара дейсің ғой. Разные моторы.
По креплениям? Модификация другая. Я бәрін осы екі сварка. Қош. Сварка? Ема. Шкифті сваркілеп қойған. Май емес, на. Блин. Патрин сол емес пе негізі, иә? Жоқ, жаман ол. Не болды? Рас. Алып келсей самсан, Расыл екен көріп алайық. Это ладно, все. Можно будет перекидать оттуда туда. Химия қалу мүмкін дейсің ба? Машуға бер. Здесь нет. Самса ұрып алайық рас. Самса ас болсын. Все на видео надо. Потом? Это. Можно либо подшипник отдельно взять, либо, если такая же цена, Бұл не өзі? Қай жерінде тұрады? подвесной. Подвесной? На двигатель закручивать. Получается, вот, коробка одевается и на двигатель стоит. Он как ступичный подшипник шумит, знаешь? Такой же звук. И жүресін таппай десе не екен, е? В общем, достар, қазір айтады Расул. Генератор вроде нормально дейді. И компрессор, давление бәрі бар, нормально. Можно еще раз? Звук вот этот. Кәсім. Естіп жатсыңыз ба? Давление бар, бәрі нормально қосылып тұрған. Ішінде фреоны болмаған, содан кейін істемеген. Жалпы, бұл жерде ешқандай... Бұл жер түсінікті. Қазір наны алып, Нұрбол өзі қалатын болады оны. И мына жерде қозғалтқыш бойынша біраз не керек болып тұр, Расыл? Жаңа мен келсем ойланып отыр. Енді Раскидать, иә, перекидать. ары-бері ауыстырады заттарды рас. Содан кейін көреміз енді. Не болады. Ауысады ма ол? Арасы? Если он бежит, было полетаж, снимай его сразу. Вот уже понятно будет. Это устроится, Мынаны алдық қой біз, е? тут Алмадық қой. я думал, хорошего будет. Но у них у всех. Сол, да? Там много чего копаться. Да, здесь сен айтқан список полностью. Список 10. У меня. Куда засунуть? Короче, списокта бәрі алынды. Ясын. И кроме списка, жаңағы списоктан тыс, сен мынаны айттың, и ананы айттың, правильно? Жаңағы мынаны подшипникті айттың. Получается, біз рейканы алдық, мынаны алмадық. Надо вот эту найти, да? И екі подушка. Мына біз алдыңғы, артыңғы подушкаларды алдық, қозғалтқыштың. Енді екі жаны. Мына жерде тұратын. И мына жерде тұратын. Подушканы алу керекпіз еще. Соны Нұрбол сабал. Расул, можешь сразу Нұрболу дать образцы? Мындай екі жаны. Екі жаны подушка. Мынау. Талып келу керексің ғой. Расулға сразу алып келетін.
Қазір коленвалын айналдырып көрейін деп отыр. Дәл айналдырып көрген жоқпыз. Компрессия хорошая. Жақсы ма? А қалай біледі ол жақсы жаман екені Расул? Вот как зажимать начинает, Ага. это хорошая. Вот. Жақсы алған екен. Мынау бүйтіп тартып жатсың и бүйтіп сразу не қиын бола бастайды. Как давление создается, компрессия. Ну, компрессиясы жақсы иә? Мотор. Енді достар, қазір бұл жерде енді шыны керек. Мен де бірінші рет кездесіп тұрмын бұл проблемамен. Проблема емес бұл. Мәселемен шешілетін. И Расул да бірінші рет қазір ойланып, жаңа қалай істейтін, не істейтін бәрін ойластырып жатыр. Соған қарай шешім қабылдап, жаңаға орнына қоятын болады. Бұл жерде бәрі оңай болып тұрған жоқ. Мына жерде мысалы гурдың тұратын орны, мына жерде жоқ ол деген сияқты. Датчиктар бөлек. Ана жерде мысалы мына жерде шкифта гурдың несі жоқ. Айналатын жоқ. Мына жерде өзі ғана тұр. Менікінде өзім қозғалтқышында. Мына жерде гурдікімен тұр. Сондай мелочтар бар, шығып жатыр. Жаңа кішігірім. Бірақ осындай мәселелерді шешу керек болып тұр Расулға. Енді осындай нәрселердің шығатыны болғандықтан мен Расулға келдім. Жаңа өзіне де айттым. Осындай нәрселер шығады. Білетін едім деп. Содан кейін осы саған келіп, осылай істетіп отқан себебім де сол. Жаңа айтып жүрген себебім де сол деп түсіндірдім. Енді қазір өзі де біліп тұр енді. Қазір алады. Құдай қаласа уже кірісіп салып береді. Оталдырамыз бұйыртса достар. Шын болды. Осы соңғысын алып келдім дейді. Осымен бітіп қалу керек. Етсе көлік бүгін шығатын шығар. Құдай қаласа. Это все привозное, вот что лежит. Все, дам бәрі, я? Трамблер, тоже бассейн. Форсунки, трамблер, коса, вот это все другое. Все другое? Шкив вот перекидывать будем. Самое главное, собралась. Орнына келді. Уже поставил на мотор? Ух, қазір көреміз. Салып қойған уже орнына. Ана шкифін ауыстырады. Вроде бәрі орнына келді. Кстати, получилось, да? Подшипник там все поменять. Вчера же набор принес, да? Вот сюда поставил. Нормально моя, да? Идеально. Идеально. Орна кем-то. На двух подушках висит. На двух подушках, да? Сейчас рейку поменять. И болт дейсің ғой сонымен, Балка массового рейка. В общем, где-то на 50% работы закончилась, да? Основной мотор, да, почти Да. закончился. Енді тек ходовой, Ходовой, да. по мелочи. Міне достар, уже айттым ғой, Расул уже жинап, дайындап қойдық. Құдай қаласа уже кешке оталдыратын шығармыз Расул, иә? Құдай қаласа, иә? Құдай қаласа. Болды достар. Риза болдым бұл жігітке. Өтінішті жерде қалдырмады. Мына жақтан көрсетейін, бәрін салып қойған. Разницасын қайсы дейсің? Мына біздің достар ескі рейка. Масло даже здесь до сих пор. В общем, кончита болған дейсің, полностью. Может, стучало. Мен айдап көрген жоқпын өзім достар. Но бірақ айдап көрмесек те сыртынан уже Расул белгіледі дейді бұны тыңғанын. Содан кейін сразу ауыстыруға тырыстық. Өйткені бұл қиын дедің, иә Расул ше, иә? Ауыстыру. Астында тұрады. Балку надо снимать придется, чтобы... Балкасын шешіп, одан да қазір бәрі шешілген кезде сразу ауыстырған дұрыс деді. Ертең тағы да оған экономить етіп, мысалы қазір біз достар бізді бір таң қалдырып жатқан моменттер. Мысалы сыртынан қарасаң, бәрі быт шыққан, но бірақ көп деталь бірінші рет шешіліп жатқан сияқты. Майымен кәдімгідей тұр. Бірінші рет заводта қалай бұралған и соншама жылдан кейін шешіліп тұрған нелері көп.
Көп жері осындай Расул. Көп жері бірінші рет шешіліп тұр. Расулдың бізде таң қалып отыр. Толығымен амортизатормен бірге алды. Бәрі жап-жаңа. Бұл жерде алдынан ауыспаған тек қана пружинасы мен амортизаторы болар. Кәдімгідей жақсы екен, сол сайын бәрі тексерді Расул. Сол ғана ауыспады, қалған бәрі дүниесі ауысты алдында. Барлық жаңа колодкалар. Артыда тура солай бәрі ауысты. Бізде енді глушительдан ғана не болып тұр, варить ететін жер тесігі бар екен. Соны варить етіп қоямыз кейін. Қазір достар уже соңғы момент қазір түсіреді, кейін моторды оталдыратын боламыз. Балда түсіріп жатыр қазір енді. Дөңгелектерді тағады. Айтпақшы артқы пружиналарды біз ауыстырмадық. Расул оны кесті. Енді более-менее сияқты болып тұр. Ол кескен нормально ғой, Расул? Да. Вообще практикада ол постоянно кесіледі ғой, Мерседес бәрін кеседі. Ол нормально еді. Сразу жаман ойламаңдар. Пружинасы жақсы. Просто үлкен болып тұр, содан кейін бір несінен кесіп тастады. Қазір мұны дөңгелектерді сағатыр. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk. Мұны қозғалтқыш сақ қойған, орнына бәрі орнында тұр. Бәрін ілден, ғұр бізде ремень жоқ еді, естеріңде болса. Ремень бәрін қойды. Барлығы, Расул, еще компрессор, бәрі вроде рабочий сияқты, Енді қазір аккумуляторды қойып отыр. Берітсе қазір оталдырамыз. Енді қалай болатын қазір көреміз. Че, Расул, заводим? Давай. Болды, қазір оталдырамыз. Бисмиллахыңды айтып оталдыр. Хорошо? Яс деген жігіт, Расулдың көмекшісі. Блин, как она взяла. Даже я не успел сказать. Не, рано радоваться. Пока не давай. Как она четко работает, да, Расул? Не дейсің? Даже полчаса минимум поработать должен. Стоял На месте, да, сейчас? Да. Ну, ты хорошо оцениваешь. Да? Чисто работает, да? Даже троение. Мотор мықты істеп тұр дейді Расул. Ешқандай троение, еш нәрсесі жоқ. Өздерің көріп тұрсыңдар ғой. Бәлен қатты қуанып тұрмын кәдімгідей. Вообще, колеса крутится? Нейтралкада так крутится оны? Несі? Айтпақшы, Диас, рулі қалай? Пока не знаю. На весу ты не знаешь, да? Покрути-ка. Проверим это. Масло зальем сейчас. Масло есть там? Базар жоқ. Надан дауыс шығу керек қой, если он не рабочий, да? Он должен свистеть. Все. Накрути. Все. На весу он свистит, Расул? Да, нагрузка будет. Если он не рабочий, то он даже на весу, да, свистит? Вроде бәрі жақсы. Начало хорошее. Қазір айдап көрген соң узнаем все. Достар енді. Басқа білмеймін, мына көлік мені қатты қуантып тұрғыз. Сонымен, мысалы әртүрлі нәрсе болады. Біреуін енді бұдан алдыңғы Камрида көрдіңдер қалай ауыстырғанмын. Ол да мен үшін жаңа бір не болған еді. Практика. Бұл жолы мотор ауыстырдым, жаңа мотор алып. Енді мен өзімнің таңдаған моторымнан қателеспедім деп ойлаймын. Өйткені мотор енді четко істеп тұр, күшті істеп тұр.
ешқандай жаңағы бір түрлі не шығарып болмаса түте ондай болып жатқан жоқ. Әзірге бәрі достар жақсы. Қаз шыққан екен, айдап көрген екен, енді ол кезде енді басқаша болуы мүмкін. Сол үшін мен енді бір қатты қуанып өзімді бір дайындап тұрған жоқпын. Өйткені бәр нәрсе болуы мүмкін, бәр нәрсе болуы мүмкін. Бұл енді техника ғой. Сондықтан енді қатты қуануға да болмайды. Қазір өзім ұстап тұрмын біраз. Айттым ғой достар, бізге қуануға әлі ерте деп. Тағы бір рет бияз бұрш мына қараңдар. О-майо. Бурдың высокий давление несі трубкасы. Бізде шлангысы кетіп тұр. Әлі. И что? А где это делается? Рядом есть кристалл? Да, сразу бірінші проблема шықты. Енді бұл самый минимум ғой, расыл болса. По идее, самый минимальный проблема бұл шығады деген. Құдай сақтасын басқа жағы. Басқа жағы. Это масса. Либо труба сечет. А? Либо труба сечет где-то. Тесно. Бірінші выезд. Жаймен. Уй! Бірінші выезд. Уй! Вроде ешқандай трайт етіп, неғып тұрған жоқ, ровно вроде. Жұмыс істеп тұр. Сейчас, Расул, қасыңа отырайын. А что она? Центр замок, да? Давай. А? Из салона теряется. Отырмын мына жерде былай ұстап. Былай жақсы. Ходовкасы білініп тұр, жасалған жұмсақ болып. Жаңағы ішінесе тақылдап не алмайды. Я не давлю даже. Да? Насыл жақсылап тест-драйв жасап отыр қазір. Кішкене кочкалардан жұмсақ кәдімгідей. А? Торт веревка. Нормально. Еще просто сиденьесі жоқ. Содан кейін я держу. Тот метр проходит. А? Звук еще такой приятный, да? Мотор не слышно, да? Да. Ана, газ басқанына деймін, да? Да, по-моему, колодка емес. По-моему, ручник, я так предполагаю. Нет. Или нет, не он. Колодки, да? Стирается там же этот. Нравишь? Бензин қойып енді ерекеңдікіне бір нәрсе жеткіземіз. Осындай табуретке қойып алып астымызға. Чисто, да? Вроде чисто. Қастағы бір рет берші газды, Расул. Тағы бір рет берші. Қаза. Ана майы шығып жатыр. Расул. Қуыршақта қалып қалған бұрынғы мотордың майы шығып жатыр. Иә. А так мотор, блин, күшті тартады. Дөңгелек ровно келді. Алдында осы артқа жылжып тұрған, мына жерге дейін тұрған. Енді қазір ровно алып қалды. А этот? Расул, этот тоже лежит? Так же? Да, Он так же. геометрия будет ровно. Да. Видишь, на глаз нам не видно этого. Мына дөңгелек кішкене ішке қарай жатып тұр да, и біз тек на бет па десек, екеуі де бірдей болып тұр. Ау? Арты наоборот вот так стоит. Это вот чуть ниже сядет, если когда будет ровно. Қазір енді бір нәрсе қылып, енді рискованно болса да, ерекеңдікіне апарамыз айдап. Сол жақта енді бояйтын жерлерін тастап, бояуға тастап кететін боламыз.
Давай, давай. Тіз ұста. Все, болды, смело. İçine Nurбол келеді ғой. Прямой гараж. Гараж бос бізді. Ереке құда күткендей күтті бізді. Кіргіз. Ереке шілей нашар демеңізші енді. Келді әйтеуір аман есен өзін қуады мен. Подовка қалай? Бұл ереке бұрынғы мотордан неге глушительно толып қалған ғой бұрынғы мотордан ше? Майя. Наның. Kuşlar canında onu bir canında. Жоқ, бұл не? Гуртка ереке. Гуртка. Гуртка сиіп отыр қазір. Сол ана шланг бар ғой высокого давления. Мына жерде ше? Мына жерде сол ана не ғой? Жазылып қалған ба бір нәрсе оған. Уже ағып жатыр сигнаты. Иә. Көрттім. Сиеді ғой, яғни сиіздіріп тұрып ағып отыр. Сондай мен. Қалай серке? Жақсы. Бәрі нормально ма? Осы алған көлігіміз. Нұрбол айдап келді. Енді біз камераны өшіре тұрайық, қазір ерекеңмен сөйлесеміз. Жоғарыда жүресі тағанса тықыр жермен құтанып қалады мына жер ше. Оны ауыстырамыз ерекеннен полностью. Селекторды ауыстырады. Иә, ауыстыру керек екен. Камен арқы қозғалады, ермен қозғаламын. Иә? Жоқ, міне жоғары көтересіз де бір. Тағанса тықыр жермен ары қарай жатқан ғой. П-ға дейін ше, П-ға дейін апармай ақ қойыңыз да. дейсің ба? Иә. Сол нейтралка істейік, нейтралкасымен не алай бересіз ғой. Нейтралка тая бересің ба? Иә. Салонның бәрін шашып тастадық. Химчисткасын жасап отырдық қазір сізбен бірдей. Достар, осымен ерекеңмен келістік енді. Бәрін жаңағы санадық, қарадық, қалай істейтінімізді ақылдастық. Енді, в общем, круг боятатын болдым машинаны. По-детально негізі ертең кішкене айырмашылық болып қалатын сияқты түстерімен. Сондықтан да в круг жаңа толығымен бір боямыз, крышадан бөлек. Крыша сол қалпында қалады. И еш нәрсесі, есіктері, ешқандай нелері, заттары шешілмейді, орнында боялатын болады. Енді осылай істемесек, енді ақылдасып ортадан бір ой шығарып ерекеңмен солай келістік. Біздің тайлақты осылай тастаймыз ерекеңе, құдай қаласа. Қандай состояние шығады, көресіңдер. Ал, таң атты, ерекеңе келдік, заттардың бәрін алып келдік. Қажетті кузов жағынан ауысатын жаңа істетілетін. Бұл жерде бізде қазір ерекеңе алып келген, ол алдыңғы бампер, артыңғы бампер, артқы стоп и фаралар. И болды осы қазір ауысатын. Содан кейін қалған салонын біз өзіміз жинайтын боламыз бұйыртса. Мынау бампер ереке. Өзіме жаман қатты ұнады. Бампер ше. Жақсы. Ереке, мынаны қараңызшы. Мынау да? Мынау антенна. Сол негізі бір нәрсе жалғану керек мына жерде ше. Бәрі істеп тұр вроде. Сенде бар ма? Білмеймін ғой соны. Бір салып атқан кезде көріңізші осындай фишкаларны. Мүмкін болып қалар. Біз отдельно кнопка шығарамыз. Олай бола ма ереке? Кнопка шығаруға? Отдельно? На бамперді ереке кішкене дефект бар. Видеода көрген шығарсыз. Иә? Дефект болғанда өзінен емес. Мына жер ғой. Қой, қасып көрсетем. Бұл да, в принципе, нормально сырты ше. Мына ереке мына жер. Мына жер кішкене жыртылған да. Осы. А қалған бәрі нормально ереке. Жұмысы аздауын алдым ғой ондай. Жұмысы жаңа. Уже мына жақта жұмысты бастап жүрсіз ғой ереке. Артыңда уже несін бастап жүрді ерекең. Түзіліп отыр шығарып. Уже шығарып тазалап отыр. Кеше түнде түсіп кеткен еді, уже жұмыс басталып кеткен ерекеңде. Мені күткенше біраз зеріккен сияқты ереке. Уже бастап не алып отыр. Как раз әкеппіз ғой өз заттарды күтіп отқанымызда. Достар, қазір ерекеңе мына порогта ұмытып кеткен едік алдыңғы жолы. Осыны алып келдік. Енді ерекең біздің машинаны біраз жұмыс бітіріп қалған онда. Артқы крышка дайын. Бояуға бамперді бәрін істеп қойған. Айтпақшы біз алған, өзіміз алған бамперді өткіздік. Өйткені ол да мына жерінде молдинг бар екен. Былай қарсақ, кузовпен мүлдем сәйкес келмей қалады. Мына жерінде естеріңде болса, шпаклевка бар деген едік.
шпаклевкасын алып тастап, толығын тазалап, Ерекең спотермен шығарып, жақсылап түзіліп жатыр. Жалпы арт жағынан жұмыстар почти біткен. Енді осылай бүйтіп круг жасап, Ерекең істеп шығам дейді ғой, істеп. Ерке кеше түсіп кеттік сізге? Алдың күні түнде түсіп кеткенбіз. Енді кеше басталды. Уже арты дайын. Енді құдай қалса, осымен бір күн алады дейді кішкене, жарты күнде алдына өтеді. Сонымен құдай қалса бір 4-5 күн дейік Ерке, шамамен. Қай күні күні? Жұма көрдің бе? Жұма шығады. Жұма шығады деп отыр. Бір апта, 1-7 құдай қалса көлігіміз шығады. Әзірге осы көрсететін. Ертең алдына өткен кезде тағы бір келіп түсіретін боламын. Ал жігіттер, бізге мынандай подгон келді. 5-ші диск. Торы осындай. Али браттан, Илиштен. Абдушы рахмет. Мына бізге дөңгелекте бұндай диск жоқ еді. Енді 4 көзіміз түгел. Көлік дайындалып жатыр, істеліп жатыр. Полный ходпен. Бәрі почти дайын. Бәрі салынып тұр. Фаралардың бәрін зазормен бәрін келтірген. Міне зазорлардың бәрі оқтай. Енді фараларды, қазыналар әлі салған жоқ, просто қойып қойды. Бампер, кейін әветі, бәр жер. Мына жердегі косяктар бәрі кетіп отыр. Оның үстінде кішкене косяктар. Мына жерде, мына жер. Артқы бамперде, арты крышкасы дайын, толық жағылып. Енді әбетте естерінде болса, кішкене удар бар дегенен соны шығарып, мына шпаклевканы полный. Содан кейін более-менее басқаша көрінетін болатын, одан қорықпаңдар. Мынандай шпаклевка деп. Бұл қазір жағылғаннан кейін, шкуркіленгеннен кейін вообще жоқ болып кетеді. Сіздерге қалай, ойларыңыз қалай, айтып өтіңдер, міндетті түрде пікірге. Мен бәрін оқып, көріп отыратын боламын. Енді осы пока. Енді жұма күні келеміз. Құдай қаласа, көлік толық алып кететіндей боламыз. Достар, ең соңғы емес болды. Бізде рулевой колонкада рульді ауыстыратын скорості, АКПП-ның рычагы баратын, сол сынған болатын. Сол енді жаңа барып алып келдім. Мынау зат қой, бізге мынаусы қазір жақсылап көрсетейін. Мына жерлері бізде сынған. Бұрын ручкасы мына жерден сынып кеткен кезде олар сваркілеген ғой. Сөйтіп сындырған екен, сваркілеген кезде мына ішіндегі пластмассының бәрін ерітіп жүрген. Сөйтіп скорость ға салынбайды, неге болмаса жаңағы бірге д-ға соларға салынбай қалып жатыр. Сондықтан осыны сборе аламыз деп шештік. Енді бұны көргеннен кейін мына жерде бізде оны қаптап тұратын пластмасста сынық болатын. Осы пластмассында алдық. Енді бұл жақтары, руль жақтары толық бітті десек болады. Ешқандай несі жоқ болды. Бүгін бізде финиш, қалай айтсам болады. Прям финиш емес, но бірақ 95% машинамыз бітті. В общем, қысқасы айтқан кезде кузов, технический жағы толық дайын. Енді кішігірім жаңа нюанстар бар. Соларды қазір мен оны алдым жаңа көрсеткенімдей. Соларды бітірсек, көлігіміз толық ходқа тұратын болады. Құдай қаласа. Енді қазір Ерекеңдікіне де келіп қалдық. Звондаған кезде қуанып кеткенсің ғой. Машина дайын келер деп. Аз енді құдай қаласа жақсылап тұрып көрсететін боламын, қандай болғанын. Қазір алдымда тұрына көлік. Қалай айтайын енді. Алып келіп жатқан кезде енді бәрін көрдіңдер, қандай состояниеде тұрды енді. Бір адам болмайтындай болып тұрды, еркекшесі бар ғой. Мен көрген кезде мынаның жұмысы бараз деп. Бірақ бізде всегда көзіміз қорқақ, қолымыз батыр ғой. Бұл тірлікте бітті. Кузовы да, технический жағы да бәрі бітті. Ал енді достар, жақсылап тұрып, машинаны бағалаңдар, көріңдер. Енді қазірше осы жерде Ерекең үйінде қалай болған бәрін көрсетейін. Жалпы машинаның өзі қандай екен қазір көрсетемін. Кейінірек жақсылап тұрып түсіріп көрсететін боламын. Әзірге осынша жұмысты бітіріп берген. Мен Ерекеңе алғысын білдіргім келіп жатыр. Ереке біраз жұмысты бітіріп қарсың десе қандай нәрселер істеп берді. Бұдан бөлек оның ішінде бар ғой, қанша меліш шықты Ереке. Саусақпен санасаң да жетпейсің анадан. Қанша меліштер шықты, соның бәрін Ерекең өзінің машинасы сияқты бәрін істеп, бәрін бітіріп берді. Қазір жаңа су шашатын несін бәрін істеп жатырмыз, қарап жатырмыз. Енді керемет. Ерекеңе от души бір лайк қойыңдар. Астына Ерекеңді де мақтап өтіңдер қандай екен жұмысын. Ал енді біздің көлік қандай болды? Bir тамашалаңдар достар.
ең қиыны жұмыстар артта қалды деп. Енді қазір барып үйге барып салон жинайсыңдар ғой деп айтып жатыр. Біз Ерке алған кезде бар ғой, блин, қашан бітірем деп сөйтіп ойлаған едім. Қараңызшы, бәрі бітті деймін, почти 90% бітті. Салон жинап, ретке келтіріп жинастырып қойсақ, көлік дайын деймін. Ана пластмасса сынып қалған еді ғой Ерке, сосын алды бәрі. Мынау ғой осы алған. Мынауған жерің. Сол сынып кеткен ғой ана жерде, көрсеңіз. Жақсы екен состояниесі, привозной. Осыны алдық. Оны ескісіз жатыр ғой пластмасса алдында. Сол сынып кеткен. Болттарын бәрін алдық. Енді Еркеңе ерекше рахмет. Оны жинағанша андай Расулдың андай табуреткасымен барамыз. Бисмилла. Ой. Мынаны жөндеп бүйтіп қойып алуға. Олдық. От алдырайық енді. Бисмилла. Зимот алып тұр. Есіктің обшивкасын пока қоймаймыз. Интералка тұр. Мынаны ауысқаннан кейін П-ға түсетін болады. Қазір П-ға түссек, П-дан шықпай қалып жатыр. 1-ге 2-ге дегенге бармай қалып жатыр. Содан кейін онан алғанымыз. Осын қойғаннан кейін бәрі проблемасы шешілетін болады. Ал, үйге барған жоқ мына? Егер шығып жатсаң қоя салайын. Обязательно. Жақсы Ереке. Давайте. Рахмет. Бисмилла, кеттік біз. Ерекеңе рахмет. От души, мен риза боламын. Кеттік достар. Мынаны кіші. Артында ана ескі мотор жатыр. Ішінде жаман қорқынышты. Салон пустой болса да жаман екен. Бірақ енді ептеп айдап баратырмыз қазір. Әлі бұрылған кезде табуреткамен астында мына жаққа қарай сырғып кетесің. Мына жаққа қарай сырғып кетесің, әйтеуір амалдап келе жатырмыз. Мен уайымдап тұрғаным, мына жерде бізде гурдың шлангысы кеткен. Сол гурдың бәрі ағып кетпесін деп, өйткені рейкамыз жаңа ғой. Обал болады демекші. Қатты бұрмауға тырысып жатырмын рөлді. Әйтеуір жаймен айтып келе жатырмын. Енді нормально бәрі. Мына достар, мына жаққа. Іші деген сақыр-сұқыр болып жатыр. Бәрі бос тұр. Бәрін жинау керек жақсылап тұр. Құдай қаласа. Ал достар, қас кешіп батты, енді видеоның соңында шығарам деп ойладым осылай. Менің қалай айтсам болады, басында ниет етіп алған, өзім айдайын, өзім жаңағы әйтеуір өзімен кішкене көгерем деп алған машинам. Белгілі бір себеп салдардың арқасында бөгеліктен де қоштасу керек болып тұр. Өз иесін тапты, енді тапқаннан кейін көп ұстамай машинаны жіберу керек болды. Сондықтан мен өз Тианамды, алтын көлігімді, оны достар, саттым. Енді оны алыс адам алған жоқ, өзімнің ағам алып отыр, туысқан ағам. Соған енді біраздан бері сұрап жүргені бар еді бұл көлікті. Не істейсің, сатсаң маған айт деген сияқты. Енді белгілі бір себептермен енді оны кейін алдағы уақытта айтатын боламын. Енді әзірге ерте деп ойлаймын. Соны осыны менің қара тайлағымда сатам деп шештім. Енді өз иесі де тауып қалды аяқ асты. Ағам мен айттым, міне мен солай шештім, сатам деп. Не істейсіз дегеннен лезде келісті де. Сонымен мен айтқан бағаға ол кісіге ұнап, көлікті алып қалды. Шыны керек қимай тұрғаным бар. Бірақ енді біз бір орында тұрмау керекпіз. Ары қарай жылжу керек, ары қарай даму керек, ары қарай жобаларды істеу керек деген сияқты. Осындай мәселелер бар. Сондықтан да осы көлігімізді осылай өз жаңа иесіне табыстаймыз деп шештік. Енді ол жаңа иесін қазір ағам осы кісіге бұйырып жатырмыз. Өзіңізге ұнады ғой? Конечно, негізі одан алдын айдам кішкене жаңағы ұнатып қойған бұл кісі. Сондықтан енді екеуміз ортадан бір баға келісіп, қара тайлақты өзім ағама тапсырып отырмын. Осы достар, Тианамен де әңгіме толық бітті, жабылды.
Жақсы. Аман болыңыз. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me fear. Кетті Тиянада. Енді Құдай қаласа өзіміздің Одиссейді ұзатып алсақ, сонымен болды кетеді, жаңа проектті бастайтын боламыз бұйыртса. Енді ары қарай біздің мақсатты өздерің білесіңдер, Камбриға жету керекпіз. Сол ісімізді аяқтамағанша тынбаймыз. Бір жарым ай алдын осыны көрмей, еш нәрсесін білмей, қорқып алған болатынбыз. Көз қорқақ, қол батыр демекші. Бұл жобамызда аяғына жеткіздік. Мынандай жағдайға істедік. Қанша күш салдық, қанша уақыт кетті, қанша жүйкеміз тозды. Бірақ берілмедік, соңына дейін достар, жеткіздік. Бұл енді ерекше алынды ғой. Көрінбей, ешқандай еш нәрсесін білмей, қарамай ала салдық. Но ол кезде енді реально кәдімгі қорқып, былай сырт көзге білдірмесем де, шын керек іштей жаман бір андай іштей толқыныс болды. Өйткені білейін, не алдым мен? Не үшін алдым? Келісіп қойған соң, еще оны мен болды. Еще оформить етіп қойған соң, енді артқа жол жоқ. Мен не бастадым, білейін, бұған енді қанша расход кетуі мүмкін. Болыпты біз санадық, сырттай көрдік. Сол 500-600 мың кететін шығар деген оймен алдық, қойдық. Соның өзінде сол кезде сондай қорқыныш болғанмен, бірақ қалай айтсақ болады енді. Алған істі аяқтау керек болды, достар. Енді өздерің көріп тұрғандай бәрін аяқтап, осындай жағдайға, конфетка жағдайға жеткізіп қойдық. Білмеймін енді, өздерің көргенде, өзімнің ойымдағыдай 100% жаңағы өзің елестетесің ғой, осындай жағдайға жеткіземін деп. Соның мен 85%-ны орындадым деп ойлаймын. Енді өзім сондай қанағаттанарлық жағдайда тұрмын. Ал енді қалай шыққанын сіздер өздеріңіз бағалайсыздар. Өйткені әркімнің талғамы әртүрлі дейді ғой. Енді менің бар ойлағаным бар, жаңағы осымен жүзеге асырам деген жоспарым енді осындай болып шықты. Жалпы енді достар, шығынын, қанша жұмыс ақысы төленгенін, соны айтатын уақыт келді деп ойлаймын. Енді достар, бұны өздерің білетіндей мен 700 мың теңгеге алдым. 700 мың теңгеге осы көлікті алдық. Енді барып келуіміз, жолымыз оған 100 мың теңге қосыңыздар, сонда 800 мың теңгеге бізге көлік түсті деп есептеңдер. Ал енді бұның жоқ шанағына қанша қосалқы бөлшек кетті. Оған қоса бұның бояуы бар, жаңа қозғалтқышы бар, жаңа олардың бояуының ақшасы, алып келген қосалқы бөлшектерді қоюдың жұмыс ақысы деген сияқты, соның бәрі осыған қосылады. Оның бәрі достар, мына машинаның бағасынан әлде қайда көп болды. Былай ыңғайлы отырып алсын. Ал енді достар, жалпы тізбектеп, мынандай бөлшек, қосалқы бөлшек алдым, мына жерінен мынандай деп айтпай қойын. Кузовтан алынған заттарға, ходовой жағына алынған қосалқы бөлшектерге және моторға бізде жалпы сома кеткен қаражат 750 мың теңге. Оның ішіне мотордың бағасын алып тастасақ, ол 310 мың теңге. Қалған 440 мың теңге осы шанағындағы рейка, гур, қозғалтқыштың подушкалары,
майда шүйде амортизатор, салим блок, осының жаңа және қосымша фаралар, бамперлер, пароктар деген сияқты майда шүйде заттардың бәріне 440 мың теңге кетті. Жалпы сомасы 750 мың теңге шықты. Енді осы мотормен ходовой частьтін қойып беру жұмысына біз Расулға істеттік. Өздерің білетіндей, Расулға 100 мың теңге төледік. Сонда жалпы сома 850 мың теңгеге шығып тұр. Одан кейін барып бұл көлік Ерекеңе кірді. Ерекең жұмысы бұл жерде тек қана айнала бояп шығу болды. Проемдарына тиіспейміз деп шештік. Оның да өзіндік себебі бар. Өйткені бұл есіктері заводтық күйінде, заводтық боялған күйінде есіктері әлі күнге дейін шешілмеген екен. Сол күйінде сақтап қалу үшін есіктеріне біз шешіп, проемдармен боямаймыз деп шештік. Енді артқы ғана кіршкісі ғана шешілді. Ол жерде енді кішігірім жұмыс болған. Енді Ерекең жұмыс ақысы бұл жерде 250 мың теңге болды. 850 мың теңгеге 250 мыңды қоссаңыздар, жалпы осы көліктің осындай күйге жетуіне 1 миллион 100 мың теңге кетті. Ал көліктің өзінің құны осы жерге келуге дейін 800 мың теңге. Жалпы айналып келген кезде бұл жобамыз 1 миллион 900 мың теңгеге айналды. Ал енді достар, осындай бағаға шығуға негізі осы көлік лайықты ма, лайықты емес па? Оны енді сіздер ғана шешесіздер. Бұл көлікті, бұл серияның да ұзақ тұрғаны, ұзақ шықпағаны, бұл көлікті мен сатуға қойып қойған болатын. Өйткені шыны керек, қазір мен оны ерте бастан шығарып қойып сататын болсам, бұл жаңағы менің алдыңғы Камриімдағыдай оқиға болатын сияқты. Бәрі ой сатамайсың, ой бүйтамайсың деген сияқты ойлар, білгіштердің сөздері бар ғой, ондай пусыр деген сияқты нәрселер өзін сондайлардан қалай айтсам болады. Алшақтадым да, бірінші сатып алып, толық видеоны осымен құрап, содан кейін барып шығарам деп жоспарладым. Негізінде бұл машинаның біткеніне 2 аптаның төңірегі болған. 2 аптадан бері сатылымда тұрып, енді Аллаға шүкір өз иесі келді. Сол иесіне ертең Құдай қаласа тапсыратын боламыз. Соңғы сапарға машинаны сәл тазалап, жуып жіберейік. Достар, соңға қарай жол тарттық. Өзі көлікті жаңа иесіне берер кезде бір еркелеп бастайды ғой. Арт жақтан, супер жақтан тақылдаған бір дауыс шығып жатыр. Негізі мен ескерткен бұны. Артқы супер жақта шиқылдау бар еді. Ол жаңа колодкалардан ба, бәлкім дұрыс отырмады ма, соны түсінбедік. Ана апарам деп жүрген кезде жаңа иелер келіп қалды. Қазір енді айтып түсіндірем, осындай болып жатыр деп. Арқарай енді көрсетіп, сөйтіп барады енді. Бірден алыс жолға шығады екен, сондықтан енді міндетті түрде ескертуіміз керек, айтуымыз керек, жақын түсіндіріп, осындай деп. Арқарай көре жатармыз енді. Міне, естісеңдер. Тақылдап тұрған кезде. Супер бос сияқты ма, колонка ойнап жатқан сияқты ма, бір нәрсе, сондай бір дауыс. Достар, машина міне кетті жаңа иесіне, бұйырсын. Жаңа иесіне ұзаттық енді, аман есен. Әйтеуір ешқандай реніш болмады, бәрін көрсетіп, түсіндіріп, қолым жетпеген жерін бәрін істеу керек екенін, енді қандай кемшілігі бар бәрін ескертіп, айтып, әйтеуір ұзаттық көлігімізді. Ол кісі де риза, біз де ризамыз, әйтеуір. Екі адам всегда риза болды, сатқанмен сатып алған деген сияқты. Әйтеуір екі жақта риза. Осы достар. Ал енді достар, қаншаға кетті бұл Одиссей? Бәріңе қызық болып тұрған шығар. Оны
бұйыртса ендігі серияда айтам. Ал оған дейін кім бірінші болып комментарийда қаншаға кеткенін болжамдап айтады, дәл табады, соған менің атымнан 5000 теңге беремін. Сол үшін өз болжамдарыңды аямай жазыңдар достар.